Сәлем достар, бүгін Айхерттан келген посылкамды сіздермен бірге распаковка жасайтын боламын. Уже мен коробканы ашып қойдым сіздерге, уақыттарыңызды алмайын деп. И мынандай картонный бумага, өйткені при транспортировке ештеңке сынбасын, бүлінбесін деп осылай жібереді. Вот. И так покажу, да? Так, бәрін бірінен кейін бір ала берейін, қыздар. Бірінші ол мынандай иод келді. Бұл иод Life Flow деген брендтікі. Бұл жерде так, иод и иодин 59 мл. Вот. Иод, қыздар, өте пайдалы нәрсе. Иод дегеніміз балалардың несін есте сақтау қабілетін дамытады, зобқа қарсы қолданылады. Енді иодтың адам организміне орны өте ерекше, әрине определенный ғана дозада. Сондықтан күніне үлкендер 3 каплядан, кішкентай балалар 1 каплядан ғана. Вот. Пипеткасы бар, очень удобно. Вот приличная бутылка. Здесь без вкуса, есть еще со вкусом апельсина. Вот. Потом кальций келді. Бұл кальций Nature's Plus деген брендікі. Бірінші рет алып тұрған жоқпын. Мен распаковкамды көретін қыздар біледі. Осы кальцийді мен көбінде алам, және де сіздерге де кеңес беремін. 90 штук күніне, қыздар, 2 штуктан сонда 45 күнге жетеді бір балаға. Вот. Потом же то же самое, да, қайталанатын заттарды уақытты алмас үшін көрсетейін. Так, потом же витамин келді. Бұл витамин для волос, для ногтей, для кожи, мультивитамин. Вот, бренд называется Nature's Away, Elif деген витамин екен. Вот, составын көрем десеңіздер. Осылай. Дозасы, қыздар, бұл жерде 50 микрограмм деп тұр. 60 штук күніне, по-моему, біреуден ғой деймін. Вот, сонда бір упаковкасы 2 айға жетеді. Так, мәселе коробкасын ашпай қойын, біткен этикеткасы жабыстырылып тұрған екен. Үзбай қойын, я. Так, потом мындай витаминдер келді. Бұл витаминдер Гемоплекс. Гемоплекс, по-моему, екеу екен. Бұл гемоплексті қыздар алдында өздеріңізге мақтағанмын. Бренд называется Nature's Plus. Вот. Бұл жерде железаның дозасы 50 ғой деймін, қателеспесем. Так, қазір көріп бере салайын. Жоқ, өтірік айтамын, даже 85 екен. Приличная, да? Бұл жерде гемоглобинді тез толтырады деп вообще аннотациясында жазылған. Вот. Сонымен бірге, бұл жерде железадан басқа витамин С, Е, тиамин, рибофламин, ниацин, да? Мына қыздар, көрініп тұр ма? Тағы да басқа B12, кальций да бар ішінде, железо, цинк, селен. Ну, девочки, мультивитамин деп айтса болады, очень классный, обратите внимание. Вот, гемоплекс деген. На жерде у меня пластила. Нет, таблетки здесь написано. Вроде я заказывала пластилу. Ну, в общем, девочки, не важно, разные неде бар, на жерде таблеткасы де бар, пластиласы да бар, әртүрлісі бар. Осылай заказ бердім. Так, потом омега. Омега-3, бұл жерде бізде классический версиясы 100 штук. Бұл жерде күніне 2-ден. Сонда сізге бұл 50 күнге жетеді. 1 ай 20 күнге жетеді омегалары. Американың омегасы, қыздар, мақтаймын всегда, потому что бұлар өте таза, балықтың кәдімгі етінен алынады рыбий жырда. Ал Россияның, мысалы, білмеймін, Қазақстанның рыбий жырлары, олар кәдімгі бауырдан. Бауыр өте загрязненный орган, сондықтан, американыкі есть американыкі. Неге бәрі американ омегасына қызығады, Айхербтің омегасына? Потому что бұлар таза. Вот. Сосын қыздарында витамин келді. Бұл витамин D3 плюс К2, 125 микрограмм, 500 микрограмм. То есть D3-дің дозасы 125, К2-ның дозасы 500. Бұл жидкий, кішкене қымбатырақ жүреді, қыздар. Бірақ мен айта кететін нәрсе, D3-ді К2-мен бірге ішкен дұрыс. Так D3 быстрее усваивается и усваивается полностью. Без К2 D3 усваивается не так-то уж и хорошо. Вот, сондықтан К2 версиясын таңдағандарыңыз всегда дұрыс. Қай жерден болмасын, Айхерб болсын, басқа брендтерден болсын, да, без разницы. Но смотрите, чтобы К2 бірге жүрді. Вот, осындай бренд Кал деп айтылады. Тоже пипеткамен, очень удобно. Мінекей.
Вот, потом же қыздар, мына витамин, бұл витаминді менің енді бұрыннан алып келе жатырмын осы витаминді. 21 Century деген бренд, кальций, магний, цинк, плюс, девочки, есть еще D3. Вот такой вот комплексный витамин. У кого болят суставы, да, үлкен кісілерге тізесі ауырып, мына күннің температураның өзгергеніне аяқтары қақсайды, жаңбыр жауғанда, я бабушкалардың. Вот, осы витаминді, обратите внимание, вот действует отличный, да. Через неделю уже результат көресіздер. Оны мен өзім басымнан өткесін айтып тұрмын. Вот. Осындай витамин үшеу келді. И соңында, конфеталар келді. Бірінші рет заказ беріп тұрмын, хотя мен бұл сайтта бар екен білем. Ұзақ уақыт бұл витамин конфеттер болмады. Давайте біреу мен балаларыма, сондықтан ашып көрсете берейін сіздерге. Вау, смотрите. Өте жеп-жеңіл. Так, 170 грамм деп жазылып тұр. И вот такие вот чупа-чупсики. Очень красивые, да? Вот. И здесь, девочки, сколько штук? Даже не знаю, сколько штук здесь. Так, где не написано. Білмеймін енді қанша штук. Ну, прилично, да? Бір шама. Алдында мен алып жүргендер пакетикте бұл жерде енді 14-15 штук болатын еді. А мына жерде көп. И знаете, здесь мультифрукты. То есть есть еще клубника, банан, апельсин. Ну, все ягоды, короче. Вот. Еще второй. Вот такой вот получается. И коробка пустая. И вот получается, девочки, что же я заказала. Еще раз покажу. Смотрите, конфеты вот такие. Кальций, омега-3. 100 штук там, да? И вот эти у меня, получается, йод жидкий. Железо. Комплекс с железом, точнее. Гемоплекс, да? Так, потом келді мынандай витамин D3 плюс К2. Так, потом вот эти витамины, кальций, магний, цинк. Вот, и еще витамин комплексный для роста волос, ногтей и для кожи. Мультивитамин. Вот, осы заказдарым келді. Барлықтарыңызға мені көргендеріңіз үшін рахмет. Каналға тіркеліп комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.